Қайырлы күн достар, сіздермен Аяжан, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен маш көже, машқорда жасайтын боламыз. Рецепт ұнаса каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Алдымен етімізді турап алатын боламыз. Ет қоссаңыз да, қоспасаңыз да болады. Етсіз де дәмді шығатын көже жасаймыз. Осылайша етімізді турап, пиязымызды турап аламыз. Осы уақытта қазанымызға аз ғана май құйып, қыздырып қоятын боламыз. Қазанымызға етімізді салып, баяу отта пиязбен етімізді қазанымыздың бетін жауып, 15-20 минут қуыратын боламыз. Баяу отта сол кезде етіміз қатты болып қалмай, жұмсақ болып пісетін болады. Сәбізімізді де турап аламыз. Картоплымызды турап дайындап қоятын боламыз. Он минуттай уақыт өтті. Енді сәбізімізді салып, тағы да бетін жауып, араластырып қоятын боламыз. Сәбізден кейін картоплымызды, томат пастамызды салып, осы қуырып жатқан кезде тұз салып қуыратын боламыз дәміне қарай. Сол кезде тұзы жақсы сіңіп, дәмді болатын болады тамағымыз. Енді су құйып, астын жылы су құямыз. Етіміз, мұздай су құйсақ, етіміз тырысып, қатты болып қалуы мүмкін. Және де газымыздың астын баяу қойып қайнататын боламыз. Сорпамыз қайнағанша машымызды, күрішімізді жуып тазалап қоятын боламыз. Қанша мөлшерде салу керек екенін описание бөлімінде қалдыратын боламын. Сіздермен жеңіл оңай рецепттермен бөлісіп отыратын боламын. Мені жоғалтып алмас үшін қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Мінекей сорпамыз бір қайнады. Енді осы кезде машымызды салып қоямыз. Себебі маш ұзақ қайнауды талап етеді. Орташа отта міне жарты сағат 40 минуттай қайнады. Осы кезде күрішімізді салып, тағы да орташа баяу отта жарты сағат қайнататын боламыз. Дәмін көреміз сорпаның. Тұз салып, мінекей көжеміз дайын болды. Құйып ұсына беруге болады. Бізде де балалар да, үлкен кісілер де өте қатты жақсы көреді. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ас болсын баршаңызға.